Алдымен тауық аяқтарын жақсылап жуып тазалап турап аламыз. Картоптарымызды да дәл осылай жуып тазалап турап қоямыз. Ал енді үлкендеу ыдысымызға осы картоптарымызды, етімізді салып маринадтайтын боламыз. Мен осы жолы құрамында сарымсақ бар магиді қолдандым, себебі бұған дейінгі қолданғандарым қатты бір ұнаған жоқ, және сіздерге де осыны қолдануға кеңес беремін. Ал енді маринадтауға кірісеміз. Бірінші маги, одан кейін паприка саламыз, одан кейін тұз, бұрыш, майонез және томат. Томатты көп салған сайын сіздің тамағыңыз қызарып піседі. Барлығын көз мөлшермен тағамның көлеміне қарай саламыз. Және осы маринадқа кішкене соя құйсаңыздар да болады, бірақ мен осы жолы пайдаланған жоқпын. Барлығын салып болғаннан кейін енді жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 1 сағат, 1,5 сағат көлемінде бетін жауып қалдырамыз. Себебі біздің тауықтарымыз, картошкамыз жақсылап маринадталуы қажет. Бір сағат тұрды біздің картошкаларымыз. Енді тағы бір қайтара араластырып, осы магидің өзінің пакетінің ішіне саламыз. Дайын болған тамағымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 45-50 минутқа пісіреміз. Және пісуіне 15-20 минут қалған кезде пленканы кішкене тесіп, ішіне жарты стакан су құйып, тағы да 15-20 минутқа пеште пісіріп аламыз. Сол кезде біздің тамағымыз құрғақ болмайды, сулы, дәмді болып шығады. Осымен біздің пеште піскен тағамымыз дайын. Картошкаларының бәрі піскен, құрғақ емес, сулы, дәмді болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.